Айтыла-айтыла жауыры шыққан тақырып. Абай да айтты, Мағжан да айтты, Ыбырай да. Соншама қанымызға сіңіп кеткен қандай індет бұл. Жұмыстың жүрмеуі білімсіздік. Кедейшілікке апаратынын білеміз осы жалқаулықтың. Ең қызығы не білесің бе? Жалқаулық деген нәрсе жоқ. Ол бар болғаны еріншектердің жиынтығы. Ерініп тұрған сені мен, ерінбей тұрған сені айыратын тек жасау. Сол ерініп тұрғанда орныңнан тұрып, жасау үшін тек 5 секунд қана уақытың бар. 5 секундта жасасаң жасадың, демек мықтысың. Жасамасаң еріншексің, жалқаулыққа жем болдың. Қазір ерініп отырсаң, есіңде болсын, тек 5 секунд қана уақытың бар. Еріншектікті жеңу үшін 5, 4, 3, 2, 1. Кеттік жеңіс жолына.